Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен тауық қанаттарын қалай пісіруді, қалай маринаттау жолын үйрететін боламын. Ең алдымен бізге осындай қанаттар қажет болады. Бұл жерде бізде мұз болып тұр. Оны суға салып, ертіп алатын боламыз. Суымызға бір жағынан жақсылап жуып аламыз. Жуған соң өзі жаймен еритін болады. Біз барлығын жақсылап жуып алдық, ал енді осылай артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Біз осылай барлығын кесіп алдық, ал енді дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Ең алдымен бізге майонез қажет болады. Майонезімізді құямыз. Майонезіміздің үстіне кетчуп қосамыз. Барлық дәмдеуіштерді описание қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Бұл қанаттардың дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызыл бұрыш қосамыз, қара бұрыш қосамыз. Одан кейін кішкене дәміне қарай тұзымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап қосып алдық, ал енді қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Барлық жағына араластырып, астына, үстіне аударып араластыратын боламыз. Біз осылай араластырып алдық, енді бұны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің тауықтарымыз 1 сағат тұрды. Ал енді осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Қанаттарымызды табамызға орналастыратын боламыз. Біз қанаттарымызды жақсылап қойып алдық, ал енді пешімізге 180-200 градуста жарты сағаттан көп 1 сағатқа жақын пісіріп алатын боламыз. Біздің тауық қанаттарымыз пісіп шықты, өте дәмді, ерекше дәмді болып шығады. Сіздермен болған назым, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.